Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Шұғыл ақпарат. Британия державасы бүкіл әлемді қуантты. Достар, алдымен біздің арнамызға тіркеліп, 100 000 оқырман санын жеткізсеңіз, біз риза боламыз. Видеоға лайк басыңыз. Ал енді бастайық. Дүйсенбі 5 қыркүйек күні Ұлыбритания қорғаныс министрі Бен Уоллес Украинадағы соғыста Ресейдің 25 000 сарбазы опат болды деп мәлімдеді. Оның сөзінше, жарақат алғандарды, тұтқындарды және қашып кеткендерді қосқанда, Ресей әскері 80 000-ға тарта сарбазынан айырылып отыр. Уоллес сондай-ақ соғыс кезінде Ресейдің бірде-бір стратегиялық мақсаты орындалмады дейді. Ұлыбритания парламентінде сөйлеген сөзінде, Уоллес Украина қарулы күштері ауыр шайқас жүргізе отырып, елеулі жетістіктерге қол жеткізгенін хабарлады. Ол сондай-ақ Ұлыбританияның Украинаға тағы бір әскери көмек топтамасын әзірлеп жатқанын, оның қаржылай көлемі 3 миллион фунт стерлинг екенін мәлімдеді. Министрдің сөзінше, осы күнге дейін Ұлыбритания 4700 украин сарбазына Украинаға берілгелі отырған заманауи техниканы қолдануды үйреткен. Ресей мен Украина соғыста қанша сарбазынан айырылғанын айтпай отыр. Шілденің соңында ЦРУ директоры Уильям Бёрнс Ресей сапында 15 000 адам қаза тауып, 45 000 адам жарақат алды деген. Бёрнстың бағалауынша, Украина әскерінің сапында қаза тапқандар саны салыстырмалы түрде едәуір аз болған. Украина қорғаныс министрлігі Ресей әскерінде 50 000-ға тарта адам қаза тапқанын айтып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі Украина әскеріндегі опат болғандар туралы өз ақпаратын жүйелі түрде жаңартпайды. Тараптар әдетте жау шығынын әсірелеуге бейіл. Тоқаевтың құпиясы орындалмады. Оян Қазақстан мен тіркелмеген Демпартия кезектен тыс сайлауды мойындамайтынын мәлімдеді. Саяси реформаларды қолдайтын Оян Қазақстан азаматтық қозғалысы осы күзде мерзімінен бұрын өтеді деген президент сайлауын, оның нәтижесін заңды деп мойындамайтынын мәлімдеді. Қозғалыс өкілдерінің айтуынша, кезектен тыс сайлау тағайындау арқылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев билікті басып алудың Назарбаевтан қалған әдістеріне жүгініп отыр. Қозғалыс қуғын-сүргінді және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуді тоқтатуды талап етті. Бұған қоса олар елде саяси реформа жүргізуге, соның ішінде президенттікке кандидатқа қойылатын талаптарды жеңілдетуге, саясатқа араласуға ынта танытқандарға мүмкіндік беруге, саяси тұтқындар мен қаңтар оқиғасына қатысушылардың барлығын, соның ішінде заңсыз ұсталған саясаткер, тіркелмеген демократиялық партияның басшысы Жанболат Мамайды босатуға шақырды. 2017 жылы заңға енгізілген өзгерістер бойынша азамат президенттікке өзін-өзі ұсына алмайды. Ал президенттіктен үміткер мемлекеттік қызметте не сайланатын қызметте кемінде 5 жыл жұмыс істеген болуы керек. Тіркелмеген демократиялық партияда салмақты саяси реформа жасалмай тұрғанда ерте сайлау өткізудің жөні жоқ деген мәлімдеме жасады. Салмақты саяси реформа жүріп, демократия принциптеріне қайшы келетін заң өзгергеннен кейін ғана сайлау өтуі керек. Саяси тұтқындар мен қаңтар қасіретінде қамалғандар босатылуы тиіс. Демократиялық партия жетекшісі Жанболат Мамай заңсыз түрмеде отырған кезде сайлау өткізуге қарсымыз. Сондықтан біз бұл сайлауға қарсы шығамыз және халықты бейбіт наразылыққа шақырамыз делінген тіркелмеген партия белсендісі Инга Иманбайдың мәлімдемесінде. 1 қыркүйекте парламентте халыққа жолдау арнаған президент Қасым-Жомарт Тоқаев биыл күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынып, оған түсуге дайын екенін мәлімдеген. Бұған қоса ол Конституцияға президент өкілетін 7 жылдық бір ғана мерзіммен шектеуді көздейтін өзгеріс енгізуге ниетті екенін жеткізген. Қазақстан Конституциясы бұдан 2 айдай бұрын, 5 маусымда өткен республикалық референдумда өзгертілген еді. 2019 жылғы 19 наурызда Қазақстанды 30 жылдай басқарған Нұрсұлтан Назарбаев қызметінен кететінін жариялаған соң оның орнына сол кездегі Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев келген. Сол жылы 9 маусымда елде мерзімінен бұрын президент сайлауы өтіп, Тоқаев 5 жыл мерзімге сайланған. Сайлау қарсаңында дауыс беру күні және одан кейін елде жаппай наразылық болып, мыңдаған адам ұсталды. Конституция бойынша оның өкілеті 2024 жылы аяқталуы тиіс. Сарапшылардың айтуынша, Қауіпсіздік кеңесінің және биліктегі Нұр Отан партиясының төрағасы қызметтерін сақтап қалған Нұрсұлтан Назарбаев президент билігіне ықпалын жүргізіп келді. Биылғы қаңтар оқиғасы кезінде Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы қызметі Тоқаевқа өтті. Кейін ол билік партиясының төрағасы қызметінде қолын алып, Нұр Отанның аты Аманат болып өзгерді. Қостанайдың шындығы ашылды. Күйген дала, өртенген ауыл, бас сауғалаған жұрт. Қостанай облысындағы өрт. Қазірге дейін не белгілі?
Қостанай облысында 2 қыркүйекте басталған орман өрті кейін басқа жерлерге жайылып, жалын 43 мың гектар аумақты шарпыды. Бірнеше ауылдан 1800-дей адам эвакуацияланды. Аманқарағай ауылында бір адам қаза тапты. Қазір өрт сөндіру әлі жалғасып жатыр. Облыста төтенше жағдай жарияланды. Біліп жүр арнасы тілшілері Қостанай облысына барып, өрттен зардап шеккен тұрғындармен тілдесіп, ауылдардың қазіргі жағдайын көрді. Орманға жақын үйлердің бәрі жанып кетті. Қостанай облысындағы өрттен Аманқарағай ауылы қатты зардап шеккен. Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, бұл ауылда 85 үй өртеніп, 1000 адам эвакуацияланған. Қостанай облысына арнайы барған біліп жүр арнасы тілшілері Аманқарағай ауылында орманға жақын үйлердің көбі түгі қалмай жанып кеткенін көрді. Жанып кеткен үйлердің маңында кірпіштер, темір пештер, шатырлар, киім-кешек, мата, жемістер шашылып жатыр. Айнала күл, өрт шалған жердің бәрі қап-қара, демалу мүмкін емес. Үйлері өртеніп кеткен аманқарағайлықтардың біразы 5 қыркүйекте ауылға оралып, өрттен аман қалған заттарын іздеп жүр. Аманқарағайда орманға жақын тұрған үйлердің бәрі жанып кетті. Жиенім мен құрдасымның үйі өртенген. Әдемі үйлер болған еді, бау-бақшалары да жанып кетті. Үйде жоқ, ештеңе қалмады. Өзім ауылдың орталығында тұрамын, бізге өрт жеткен жоқ. Сол орманның маңындағы үйлер өртенген дейді Аманқарағай тұрғыны Алтынбек Егеубаев біліп жүр арнасы тілшісіне. Үйімнен түк қалмады деген тағы бір тұрғын, өрттен қалған темір терсектер болса соларды алып сатып ақша қылсам деп жүрмін деді. Ортасына түскен үйлеріне келіп, темір іздеп жүрген тұрғындар біршама. Бірнеше тұрғын өрт үйлеріне жақындағанда көліктеріне отырып, басқа жаққа бас сауғалағандарын айтады. Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, Аманқарағай ауылынан бөлек Озерной ауылында 6 үй өртеніп, 250 адам басқа жаққа көшірілген. Калинино ауылынан 228 тұрғын, Лесной ауылынан 363 адам эвакуацияланған. Ведомство 5 қыркүйекте Бағаналы ауылына да өрт қаупі төніп, тұрғындарды басқа жаққа көшіру басталғанын хабарлады. Төтенше жағдай министрі Юрий Ильин Аманқарағай ауылында 1936 жылы туған мүгедек адам қаза тапқанын айтқан. Министр тұрғын жергілікті инспектордың эвакуациялау ұсынысынан бас тартты дейді. Бірақ желі қолданушылары өрт болып жатқан жерде эвакуациялау шарасы ұсыныс жасау арқылы жүргеніне наразылық білдірген. Ал министр Ильин адам өлімі бойынша тергеу жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеді. ТЖ министрлігінің мәліметінше 10 адам жараланған я күйік шалған. Зардап шеккендердің 5-еуі тұрғын, оның ішінде 1-еуі кәмелетке толмаған бала. Сондай-ақ орман шаруашылығының 1 қызметкері, әкімдіктің 1 жұмысшысы және ТЖ министрлігінің 3 қызметкері жарақаттанған. Адамдар маңдай термен жинағанынан айырылды. Біліп жүр арнасы тілшілері Қостанай облысы Әулиекөл ауылындағы эвакуация орталығы мен өрттен зардап шеккендерге көмек жинау орталығына барып, сол жердегі тұрғындармен жолықты. Үйімнен толық айырылып қалдым деген Аманқарағайлық Анетта Козлова, мұндайды ешкімге тілемейміз деп көзіне жас алды. Өрт шыққанда бізге жетеді деп ойламадық. 2 жыл бұрында өртенген, бірақ бізге жетпеген еді. Бұл жолы да өрт бізді айналып өтеді деп ойлаған едік. Бірақ орманнан өрт жақындап келе жатты. Аманқарағай ауылын түтін баса бастады. Осы кезде қорқып, қашу керек деп шештік. Құжаттарымыз бен ақшаны алып үлгердік. Соғыстағыдай көрініс болды. Құтқарушылар келе бастады. Барлығы бір-біріне көмектесіп, көшеде жаяу кетіп бара жатқандарды, қарт адамдарды көліктеріне отырғызып алып кетіп жатты. Мұндайды ешкімге тілемейміз. Адамдар маңдай термен жинаған барынан айырылды. Ештеңе қалмады. Бастысы балаларымыз аман қалғанына қуанамыз дейді ол. Ал Аманқарағайдың тағы бір тұрғыны Евгений Коваленко жұмыста болған едім, көршім хабарласып, үйің өртеніп жатыр деді. Келіп, қораны ашып қалғанда сиырым өртеніп жатқанын көрдім. Мен түтінге тұншығып, есімнен танып құлап қалдым, жедел жәрдем келіп көмектесті. 3 сағат ес-түссіз жаттым деді. Жетімдер үйінде өстім, үйімді өзім салып, 4 сиыр сатып алып, аяқтан тұрып, өмір сүріп жатыр едім деген Евгений, үкімет көмектесер деп үміттенеді. Қостанай облысында кемі 43 мың гектар жер өртке оранған соң үкімет аймақта төтенше жағдай жариялап, арнайы штаб құрды. 5 қыркүйекте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен келіп, Әулиекөл ауылындағы мектептегі эвакуациялық орталыққа барды. Ол өрттен зардап шеккендермен кездесуде, үкімет 2-2,5 ай ішінде зардап шеккендерге жаңа үй салып береді деп уәде берді. Тоқаевтың Қостанай облысына баратыны өрт басталмай тұрып айтылған. Ол 1973-38 жылдары репрессияға ұшыраған ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын мерекелеуге баруы тиіс еді.
Бірақ өртке байланысты бұл шара кейінге шегерілді. Тоқаевтың Қостанайдағы мерекеге сапары биыл күзге жоспарланған президент сайлауы қарсаңында өтуі тиіс еді. Орман шаруашылығында материалдық база ескірген. Арнайы штабтың мәліметінше, 5 қыркүйектегі жағдай бойынша Аманқарағай, Лесное, Озерное, Бағаналы және Калинино ауылы маңындағы ормандарда өрт сөндіру әлі жалғасып жатыр. Өрт сөндіруге 224 техника, 4 тікұшақ, 3 ұшақ, 5 өрт сөндіру пойызы, 2139 адам жұмылдырылған. Қазір Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында және бірнеше облыста Қостанай облысында өрттен зардап шеккендерге көмек жиналып жатыр. Өрттің неден шыққаны әзірге белгісіз. Төтенше жағдай министрлігі өртке күннің ыстықтығы себеп болуы мүмкін деп мәлімдеген. Құтқарушылар абайсызда өртеп алу я қасақана от қоюы да мүмкін дегенді айтады. Қазгидрометтің болжамынша, алдағы күндері Қостанай облысында күн 31 градусқа дейін ысиды. Қостанай облысындағы жағдай бойынша отпен абайсыз жұмыс істеу арқылы ауыр зардаптарға әкеп соққан не аса ірі залал келтірілген іс-әрекет, ормандарды жою, абайсызда 2 не одан да көп адамның өліміне әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген экобелсенді Сәкен Ділдахмет Қостанай облысындағы өрт орман шаруашылығын қаржыландыру мәселесін, маман тапшылығын, өрт сөндіру техникаларының ескілігін ашық көрсетіп берді деп санайды. Елімізде 120 орман шаруашылығы мекемесі бар. Бұл мекеме облыс әкімдіктерінің балансына берілген. Ал мекемелер өрт шықса міндетін толық атқара алмай жатады. Біріншіден, материалдық базасы ескірген. Екіншіден, әкімдіктер бұл салаға көңілде, қаржы да бөлмейді. Алдымен әлеуметтік, денсаулық, білім, азық-түлік, мектепке қаржы бөледі де орман шаруашылығына ақша қалмайды. Осы мәселені үкімет қарауына алуы керек. Орман шаруашылық мекемелерін орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне қайтару керек. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығына қажетті базаны толық жаңартып, мамандарды даярлауы тиіс. Орманшылардың айлығы өте аз. 30-40 мың теңге алады. Ауылдағы орманшылардың айлығы 25 мың теңге. Сондықтан бұл салаға бөлетін қаражатты көбейту керек. Егер техникалық база мықты болып, мамандар кәсіби біліктілікпен шыңдалғанда, Қостанай облысындағы өртті тез өшіруге болар еді. Қазақстанда орман аз, соны сақтауымыз керек дейді Сәкен Ділдахмет арнамызға. Экобелсенділер Қостанай облысында өртенген орманды қалпына келтіруге ондаған жыл кетеді деп болжайды.